қилы тылсымға толы қиыр бір шетте қайсар қыз барушы еді тәуекелге. Шақ заман мен дүниезада айналдырып құбыжыққа Сұлтан Кәрімді алыстатып жіберді. Талай сапар шексіз өзгелге, жолықса да қаншама қауіпке. Өмір ағашына барар жолда кездескен, Шахризада талмады күресуден. О, Шахризада, ежелгі мың бір түн ертегісіндегі. О, Шахризада, қызыққа толы ертегілерді айтамыз. Дауылды теңіз үстінде келе жатып, қызметшінің құбылнамамызды айырбастап тастағанын анықтадық. Сөйтіп, адам жейтін жалғыз көзді диюлардың аралынан бірақ шықтық. Қызметшінің ашты кариінің көмегі тиді, қашып құтылдық. Дүниезада жалған құбылнаманың бағытына сеніп, құйынды дауылға қарай жол тартқан сәт теңіз құбыжығы жұтып қойды ма? Біз ол кезде құрастырылған шағын қайғымызға отырып, алысқа ұзап кеткен едік. Теңіз патшасы. Желдің басылғанына қанша уақыт болды? Білмеймін. Алайда дәл осы сұрақты соңғы рет жарты сағат бұрын қойғансың. Ішетін суда таусылыпты. Шөлдеп кеттім. Сонда олар жалдамалы баспаналарының ақысын төлеуден бас тартып отыр ма? Олай демеседім, мәртебелім. Олардың оны төлеуге жағдайлары жоқ. Демек, тегін тұрғылары келеді екен ғой, солай ма? Ендеше келістік. Оларды зынданға бар, енді сол жақта тұрсын. Дегенмен өтінем. Алайда, мәртебелім. Болды, жетер. Ендігер естімейтін болайын. Олай етпеңіз, өтінемін. Ләббәй тақсыр, айтқаныңыз болады. Дүниесада, шөй даладағы қызыл гүлім, оралдың ба? Иә. Әлгі қуғыз Шахризада мен алдап соқты. Алайда жасаған істерінің жазасын алады. Соңымнан ер, саған айтар жаңалығым бар. Жаңалық ба? Мынауың керемет қой. Жаңалықты жаным сүйет. О, керемет. Жер көрінді, капитан. Бақпақ аралы сол ма? Қане мен көрейін. Иә, біздің сипаттамамызға келетін сияқты. Құбылнамада соны көрсетіп тұр. Ол бақпақ аралы. Шамамен 15 шақырымдай қалды. Өмір ағашы. Ақыры көретін болдық. Бәрекелді, құбыржық түрімнен арылатын күнге де жететін болдым. Желкенді тарт. Содан кейін ескекті есейік. Қане, жаңалығыңды айтсаңшы, жағымды ма өзі? Жағымды. Жаңалықтардың ішіндегі ең кереметі. О, ендеше тезірек айтсаңшы. Көзді ашып жұмғанша жетіп қалдық па? Жоқ, ол бізге қарай келе жатыр. Бұл арал емес, мынауың түрі ғой. Сандбат, амалымыз қалмаса ғана шайқасамыз, өтінем. Қам жеме, сұлуым. Өткен сапарларымда бұндайлардың талайын көргем. Жабайы жануарлар не үшін маған жақын деп ойлайсыңдар? Айтпап едім, бір кездері алмас қылышыммен... Тыныштың да. Ол жабырқаулы секілді ме? Айтып қояйын,
егер мынау қайығыма тиісетін болса, сүйегін күлге айналдырам. Біз саған қиянат жасамаймыз. Бәлі, айтқаныңды бірден түсінді. Себебі ұсқынсыз алып денелердің бәрі қорқынышты емес. Балық жеп қойды ма? Солай де. Балық емес. Теңіз құбыжығы. Сағизада, артында, жағдайың қалай? Бәрі дұрыс. Жабысқағын ай. Балықтың аузын ашатын сіңірін тапқан сияқтымын. Қазір шалып тастаймын. Сәндібай, бұл менің тобығым ғой. Ендеше осылай отыра берейік. Босқа өре болма, түк шықпайды. Сәлем! Көп рахмет! Аптапыстықтан жалығып едік, керемет болды. Аптабыстық қалжыңың ба? Қане, мен көрейін. Сәлем! Рахмет! Балық мырза! Жетер. Бұл не мазақтары? Алмас қылышымнан жеңілген су құбыжықтарының ішіндегі ең ұсқынсызы сенсің. Айтқане, кімсің өзі? Мен теңіз патшасымын. Жер бетіндегі суды мен басқарам. Ал мен кәріммін. Алтын қалашықтың әділетті сұлтанымын. Сенімен танысқаныма қуаныштымын, су патшасы. Ал мен сымбатты әрі ержүрек қайсар теңізші Сандыбатпын. Аңыздар мен ертегілерде көп кездесем. Иә, кім екеніңді жақсы білем. Мақтаншақ, әртісімақ Сандыбат. Естідің бе? Мен жайлы біледі екен. Тірі қалғыларың келсе, өздерің үшін ең бағалы затты бересіңдер. Қане? Қолымызда бағалы бірдеңе бар ма? Ештеңе жоқ. Жоқ, бұл бағалы зат емес, бұл құнсыз дүние. Иә, бірақ бәріміз үшін ең дұрысы осы. Бұл ғажайып бағдарлау құбылнамасы. Ол мұхиттың кез келген жеріне еш қауіпсіз жеткізеді. Жоқ, ол құбылнамамызды сындырып тастады. Теңіз менің құзырымда. Құбылнаманың мен үшін ешқандай құны жоқ. Одан басқа нелерің бар? Тоқта, ерекше көмкерілген лағыл тас. Құлай сүйген қайталанбас махаббатым Маргананың сыйы болатын. Жоқ әлде Нихендікі ме? Әлде назлы берді ме? Маған керегі мойныңда тұрған ана бойтұмар. Бірақ бұл теңізші Сандыбаттың бойтұмары ғой. Жаныма жақын серігім. Біз үшін өмірімізді сақтап қалу маңызды. Естідің бе? Жарайды, келістім. Мә ал. Жақсы. Басқа нелерің бар? Бақ, еліміздің жалғыз сұлтаны өзім ғана екенімді естіп марқайып қалдым. Дегенмен де, бауырымның ерте ме кеш пе өлетінін білгенде, оған аз да болса жылылық танытар едім. Бақытсыз байғұс бауырым. Бала болмашы, бер әкел. Қызық, мынау не? Асима Файсаха, мынау соның таңбасы емес пе? Жоқ, олай емес. Иә,
Бұл кітап сол жауыз мыстандікі. Аты өшкірсе қыршы. Қойшы. Әлгі Харун Халидті өлтірген зымиян осы болатын. Андағы кітапты өртеп жібер. Не үшін өртеуім керек? Сен айтқан жауыз мыстан. Ол, негізінде ол менің анам. Анаң ба? Рас ба? Ой, бәсе, сонда оны маған не үшін айтпадың? Саған айтсам, патшалығыңа кіргізер ме едің? Басқа құнды не бар? Мынау әкемнің берген сыйлығы. Ол өте жақсы адам болған. Оның есімі Харун. Қызық емес. Мен үшін аса құнды болуы тиіс, түсіндің бе? Сонда не болуы мүмкін? Мені сүйгенін қалаймын. Сен айта. Сүйгенің бе? Мен бе? Сүйер едім. Алайда жақсы көрмесең, одан не пайда? Мені жай құбышық деп ойлап тұрған шығарсыңдар. Алайда мен де жақсы көрудің не екенін білемін. Ендеше айтсаңшы. Балаларымды қатты жақсы көрдім. Олардың саны 846 болатын. Үнемі бірге жүретін біз. Бақытты едік. Кенеттен жоқ жерден екі құбышық пайда бола кетті. Олар мені мазақ етті. Солдарынан қуып ала жүгіргенімде біреуі балаларымды ұрлап әкетті. Балаларымның тірі екенін білемін. Алайда дауыстары мұңды шығады. Айтуларынша, оларды адам баласы қамауда ұстап отыр. Дүниезада. Балаларымның қайда екенін білесің бе? Теңіз патшасы. Балаларыңның алтын қалашықтағы сұлтан сарайында екен анық. Ендеше оларды қайтаруға көмектесуім керек. Бірақ біз басқа бағытқа қарай кетіп барамыз. Сондықтан... Ендеше демдерің таусылап, бақилық болғанға дейін ешқайда кетпейсіңдер. Қаласаң шаруамызды кейінге қалдырып саған көмектесейік. Сен не деп тұрсың? Алтын қалашыққа жету үшін бірнеше шақырым жүру керек. Саспа, мына құбыжық керек жерімізге апарып тастаған соң оның өтінішін біз қырмаймыз. Сандыбат. Саған көмектесеміз. Дұрыс. Кепіл ретінде тәндерің менде қалады. Тәнімізде? Бірақ тоқта, мұнымен бізге не демексің? Мәнім жандарыңды тәндеріңнен босатады. Сонда су рухына айналып, сулы аймақтардың бәріне бара аласыңдар. Берілген тапсырманы орындағанға дейін жансыз денелерің осында болады. Тыңда, мен саған көмектесуге дайынмын. Алайда тәнімді тастап ешқайда кете алмаймын. Алаң болмасаған ол жаққа барудың қажеті жоқ. Біз сарайды жақсы білеміз. Сондықтан өзіміздің барғанымыз дұрыс болады. Қалауларың болсын, ендеше барыңдар. Кәрім, сен бісің? Дәл өзі. Тездетейік, кеттік. Үйім, патшалық. Сен жайлы естеліктер қаншама? О, жүзіп барам. Керемет, қызық. Әлгі кішкентай балықтарды табуымыз керек. Иә, дүниезада оларды қайда жасыру мүмкін? Жақсы.
Дүниязаданың бөлмесі ана жақта. Бірақ барлық жерде күзетшілер тұр. Маған рой келді. Тоқта, қайда барасың? Күзетшілердің алдарында тұрам. Ал сен балықтарды тап. Абай бол. Алаң болма. Сарайдың артындағы хауызда кездесеміз. Сонымен, Асифа Файсаханың менің анам екендігі жайлы мағлұмат. Енді екеуміздің арамыздағы құпия болып қалсын. Ұқтың ба? Иә. Дұрыс. Мәртебелім, зынданда бір сұмдық болып жатыр. Адам сенгісіз, қорқынышты дүние. Не? Ол не? Қане көрсет. Иә, бұл менмін. Кәрім ханзада. Алтын қалашықтың әділетті сұлтанымын. Мына жазықсыз жандарды зынданнан босатуларын талап етем. Әйтпесе өмірлерінің соңына дейін сендерге тыныштық бермеймін. Бізге қайта ораласыз ба, Кәрім ханзада? Әлде бұл жай елесіңіз бе? Сөзіме сеніңдер. Мен тағыма қайта оралам. Ағам жасаған әділетсіздіктің бәрін жоям. Бері қара, Кәрімнің елесі. Бұлай болуы? Бұл не қылған сиқыр? Есікті ашыңдар. Бұл Шахризаданың ісі. Ол осында. Сарайдан іздеңдер. Асима Файсаха! Асима Файсаха! Ой, сұмдық-ай! Мұндай сұмдықты көрсем, көзім шықсын, қорқынышты! Аға! Бұл мінім ғой, елес! Жолама маған, елес! Жоғал! Жоғал! Келген жеріңе кет! Мен күндердің күні қайтып оралам, аға! Тағыма отырам. Себебі әкемді құрметтейм. Осыны есіңізде. Сақтамам. Теңіз патшасы, мынау соның даусы. Алайда даусы қайдан шығып жатыр? Сүйкімді балақайлар, сендерді үйлеріңе апарамын. Олар ешқайда да бармайды. Және сенде. Дүниязада, көмектес! Кәрімнің елесі менің соңымнан аңдып жүр. Көмектес! Сұмдық-ай, мұнда тағы бір елес жүр ғой. Әне тағы біреу жүр. Ақмақ болма, ол жағын өзім реттеймін. Асифа Файсаханың таңбасы ма? Менің сиқырлы кітабым. Өзіме қайтар. Анаңның кітабын айтасың ба? Анаңның кітабы? Анасы де. Кітабың керек бе? Ендеше ұста. Көмекшілер, ұстаңдар оны. Ол су рухына айналған. Бұрқаққа баруына жол бермеңдер. Естідіңдер ме? Тыңдаңдар, ол жай ғана елес. Осман, ол расымен менмін. Кәрім, соңымызға түскенді қойыңдар. Доғар, сенің сөзіңе сенбеймін, елес. Шахзаман мені көк түсті құбыжыққа айналдырып жіберді. Маған тек Шахризада ғана көмектесуде. Сен де көмектесші. Шахзаманның билігіне көңіліңнің тоймайтынын білем. Жетер, қатыгез рух. Маған сенетініңді білем. Себебі бұрында маған сенгенсің. Жоқ, сен жай сиқыршылардың жасаған кезекті сиқырысың. Кәрім! Ұстаңдар! Осман! Тезде! Сарайға қайта оралғанға дейін біраз уақыт өтуі мүмкін. Иә, дегенмен қайта ораларымыз анық.
қайта оралуыңызбен, ұлы мәртебелім. Біз таптық. Балаларыңды өзіңе алып келдік. Балаларым оралды ма? Уәделеріңде тұрдыңдар. Жарайсыңдар. Бізді аман есен жер бетіне шығарасың ба? Одан да жақсы етем. Мына бақалшық өздеріңде болсын, үрлеңдер. Осы әуен арқылы әлемнің қай жерінде болсаңдар да мені таба аласыңдар. Айтпақшы, ал менің сұлуым. Енді мені тастап кетуші болма. Қылмыскерлер, оларды кім босатты? Ұлы мәртебелім, қылмыскерлерді босатқан сіздің бауырыңыз деген сыбыс бар. Тағы да қайталайым, ол елес емес. Олар қайда? Кешіріңіз мәртебелім. Сонда дүниежада Асифа Файзаханның қызы болып шықты ма? Мәссаған. Біз келдік. Ақыры жеттік ау. Бақ аралы. Апырай. Өмір ағашына апарар жер. Бақ перизатының үйі. Ақыры діттеген жерімізге жеттік. Өмір ағашын қол жетімді жерде тұрғанда елестеткен едік. Алайда ол біз ойлағаннан мүлдем басқа жерде болып шықты. Бірақ бұл оқиға келесі күннің еншісіндегі әңгіме.